Поэзия жұмбақ әрі құпия. Оның жұмбағы шешіліп, құпиясы ашылса, қадір қасиетінің кеткені деген еді Аманхан Әлім ағамыз. Бүгінгі Сара сөздің студиясында қонақта поэзия әлемінің жауқазыны, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Толқын Қабылша. Қош келдіңіз, Толқын. Қош көрдік. Күні кеше ғана Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында «Осы бір сәт ұнайды» деген кітабыңыздың тұсаукесері өтті. Тұсаукесер көңіліңізден шықты ма? Тұсаукесер енді әдебиетті сүйетін зиялы қауымға, жалпы осы сол жерде мен ақын достарым қолдап келді, бір өз мәнінде мазмұнға толы жақсы бір деңгейде өтті деп сол жерде бағам беріп жатты. Енді үлкен кісілеріміз, әдебиетті сүйетін ардағаларымыздың пікірін оң деп қабылдадық. Бұл кітап «Осы бір сәт ұнайды» несімен құнды? Бұған дейін жарық көрген менің алғашқы 2 жинағымда әдебиетті сүйетін демеушілердің көмегімен, 1000 дана ғана таралыммен жарыққа шығып, және оқырманын толық қамтып үлгермеген түгін. Мысалға, мемлекеттік деңгейдегі кітапханаларға жол тартқан жоқ. Ал бұл кітаптың ерекшелігі осы мемлекеттік тапсырыспен жүзеге жарыққа шығып, 3000 дана таралымда Қазақстанның барлық кітапханаларына жол тартты. Бұның өзі, мен ойлаймын, мемлекеттік деңгейдегі біздің осы ақындарға деген бір үлкен қолдау деп ұғынып, сондай бір жүрегіміз алып ұшып, қуанып қабыл алдық. Мемлекеттік тапсырыспен шыққан кітаптар мемлекеттік кітапханалардың барлығына тарайды ғой, облыстарға, аудандарға, аймақтарға. Сондықтан жол болсын, «Осы бір сәт ұнайды» деген кітабыңызға. Жазмышымның тосындау жұмбақтары секілді, жан жүректің тосылмай тіл қатқаны секілді, менің нәзік жүзімді күн қаққаны секілді, «Осы бір сәт ұнайды» деп жазған едіңіз. Осы бір сәт, ол қандай сәт, соны білгіміз келеді. Енді жалпы әр адамның болмысында өзіне тән бір қандай да қасиет дейміз, кейде болмыс ұстанымы, қағидасы болады өмірлік. Маған тән бәлкім ол артықшылық, әлде болмысыма тән ерекшелік, ол өмірдің әр мезетінен бір жарқын сәуле көре білу. Сондықтан менің жан дүниемде осы кез келген бір адамға қуаныш сыйлайтын әр мезеттен осы баладай бір таза жүрекпен қуана алам, шаттанып үлгерем. Сондықтан да мен бақытты болған сәттерімнің барлығы ұнайды, және ондай сәттерім өте көп. Өйткені сол үшін мен қуанады екенмін адамдардың бойынан, кез келген адам бойынан бір жарық көрем, жылу көрем, соған жан жүрегім елжіреп қуанып үлгерем. Және менің ойымша өмірде жақсы адамдар көп секілді. Сондықтан осы қай бір жерде жүрмейін, айналамда жақсы адамдарды көргенде, аз кем дидарласқан сәттің өзінде соның бойындағы бір адами жылылықты, жан жүректі тербейтін бір ізгілікті көргенде, сол адамның жанынан кеткім келмей бір қимастық сезімі керней білгереді. Сондықтан да өмірдің әр мезетінен мен бір бақыт табатын сондай болмыстың иесімін. Бұл өз болмысыңыз ба, әлде бұған белгілі бір тәжірибемен, өмірдің кезеңдерінен өтіп келдіңіз ба? Енді болмыс деп айтар едім. Өйткені мені сол кішкене күнімнен білушілердің барлығы, сол үнемі саған қарасақ адамдардың бәрі жақсы, әрбір мезетте бір жаңағы орысша айтатындар да бар, сенде үнемі розовый очки, сондай көзілдірікпен қарайсың әлемге деп. Бәлкім бүгінгі енді барлығы кереғар өмірдің құндылықтары алма-кезек алмасқан кезеңде мен секілді адамдардың арасында жүру де осындай қоғамда қажет деп ойлаймын. Өйткені барғына шындықпен біз бағам беріп үлгерген кездері әрбір нәрсенің қара жағына көбірек мән берсек, ол сен тез жараланып, біз жүрекпен, сезіммен күн кешетін адамдармыз, тез құлазып үлгеретін едік. Сондықтан да мені құтқаратын бір бойымдағы ішкі тегеурін, сол жарыққа деген бір ұмтылыс, сондай жан дүниемдегі сәуле. Толқын сәулелі, күн сияқты жан жағына шуағын шашып жүретін жан деген сөзді сіздің әріптестеріңізден де естідім. Бірге жұмыс істеген Қазақстан Қызылорда телеарнасында. Ақындардың ортасында да дәл сондай пікірде. Өзіңіз әлемді жақсы көргеннен кейін сізді де әлем сүйеді деп ойлаймын. Рахмет. Афинадағы аңыздай жұмбақ шешімі, ақынның жаны, тағдырдың қилы шешімі деп жаздыңыз. Гармонияға жете алмаған ақын дегендей, кез келген ақында былай қарасаңыз өмірдің әртүрлі кезеңі болады, әртүрлі өлеңдері де болады ғой. Сіздің пайымыңыздағы ақын кім? Енді мен ойлаймын, ол ақын болу, әрқашан ақиқатқа жүгіну. Ақын болу, өзгелер ұғынып қабылдай бермейтін әлемде өзгеше бақыт құшу. Өмірдің сан қилы сәттеріндегі күйініш сүйінішіңді өлеңге айту, өлеңмен өзім деп сырласу деп.
ұғынамын. Сондықтан да мен үшін ақындық ол бір шынайы жан дүниенің құбылысы. Яғни сен шынайы болған әр мезетте өлеңге адалдық, ол оқырманның алдындағы адалдық, жалпы қоғамдағы кез келген бір құндылыққа адал, таза, пәк ниетпен қарау, мұның барлығы ақынға тән қасиет болу керек. Өйткені әдебиет ардың ісі дейтін болсақ, сен өзіңнің ішінде өзгені алдап күн кешіп жатқан, не болмаса өзгеге бір қандай да жасандылықпен, бір өзіңнің пайдаңды ойлап тоғышарлықпен қараған сәтте мен оны ол адамнан бір ақындық дейтін ардалық, бір асқақ дүниелердің аласарғанын байқаймын. Сондықтан да ақын болдың ба, сен сол ақиқаттың айнасындай, мейлі сен бәлкім соншалықты бір жетістікке жетпеуі мүмкін, соншалықты даңқ, байлық дегенмен сен шынайы қалпыңда осы әлемге, адамның қадірін білетін адамның барлығына сол шынайы болмысыңмен қымбатсың. Сондықтан да мен үшін ол ақындық ол өзім. Ақындық, яғни пенделіктен бір саты жоғары тұру ма? Енді ақынға қатысты қоғамда әртүрлі пікір бар. Біреулер ақындарды алып ұшып күн кешеді, кейде қияли деп те айтып жатып қалатындар бар. Дегенмен ақындар шын мәнінде осы бір жаратқанның жер бетіне жіберген тартуы сияқты сондай бір ерекше жандар ғой. Сондықтан да ақындықтың миссиясы, біздің әрқайсымыз осы өмірде өзіміздің миссиямызды атқарып жүрміз. Мейлі ол қаншалықты ол миссияның үдесінен шығалып жүрміз, оны енді ертеңгі уақыттың еншісінде. Дегенмен бұрындары ақындарды қоғам қалай қарады? Жалпы мынау Абылайға ақыл айтқан Бұқа жырау секілді сондай бір отауызды, орақ тілді, оның ықпалы ханға да қараға да бірдей әділдікті қақ жаратын сондай олардың миссиясы болды. Және қоғамда, хан да оған құлақ түруге әзір болды. Олар мемлекеттегі кез келген қоғамдық құбылысқа, саясатқа барлығына араласатындай беделі болды. Ал бүгінде біздің ақындарға қатысты көп сын айтылып жатады. Ақындар осы өзінің мұңынан, жеке бастың бір жан дүниесіндегі бір аласапыран сәттерді суреттеген құбылыстан аса алмай қалды деп. Бірақ мен ойлаймын, әр кезеңнің, әр заманның өздерінің ақындарына жүктеген бір жүгі, аманаты бар. Дәл қазіргі ақындардың барып ханға қарсы сөйлегенін, не болмаса бір қоғамдағы саналапат сәттердің бар ғой, қазір дау-дамай дейміз, оның бел ортасында жүргені ақынға аса жараспайтын бүгінгі кезеңде қылық деп ойлаймын. Сондықтан айқайшы болу, аттандап әлденеге үн қоса беру, ұрандай беру, оның барлығы жасанды. Және де ақындар неге айтпайды деп те көпшілік сұрап жатады ғой. Ақындар неге үнсіз осы жағдай туралы деп? Енді біз өзіміз ақындықтан бөлек телеарнада журналистика саласында қызмет етіп келе жатырмыз. Біз өз хабарларымызда әрдайым осы әлеуметтік осал топтардың жанайқайын, жалғыз баспаналардың шарасыз сәттерін, қоғамдағы бір әділетсіздіктерді тікелей эфирлерде арқау етіп, оны кейіпкерлердің тағдырын шешуге атсалысқандай да бір үлесімізді қосып жүрміз. Ал енді ақындық дейтін дүниеде енді алғаусыздық болса, өлеңге соның барлығына кеп бір жүктей беру, ол әлемді де ластау секілді. Өйткені ақындық бір мөлдір тұнықтығымен қымбат, оған қоғамдағы бүкіл проблемаларды әкеліп публицистика жанры емес, публицистикаға поэзияны айналдырудың қажеті сияқты да. Сондықтан да енді ондай да ақындар бар арамызда, некен саяқ болса да, бірақ ол өзіне жарасымды да. Ол сол болмысымен қабылданады қоғамда. Мысалға, мен қазір барып өлеңмен айқай салып аттанышы болып отырсам, ол қаншалықты қабылданады. Өйткені менің өлеңдерімнен бір тұнық сезімді, сыршылдықты, бір өмірдің философиясын көретін оқырман мені дәл сол сәтте танымай қалатындай секілді. Сондықтан мен журналистикалық қызметімде осы қоғамдағы бір түйткілді тұстарды шешуге өз үлесімді қосам. Азаматтық позициям айқын, бірақ өлеңдегі өзіме тән бір мөлдірлікті, өзімнің жан дүниемдегі нәзік сәулені сақтап қалғым келеді. Ақындық миссия жайлы айттыңыз, демек сіздің миссияңыз? Менің миссиям енді жақсылықтың жаршысы болу. Жалпы өмірде қазір байқайсыз ба, көптеген оқырман қазір психологиялық кітаптарға көп құмартып кетті. Қазір ақын жазушылардан гөрі қай бір кітап дүкеніне барсаңыз, оқырманның жүгіріп жүріп іздейтін, осы психологиялық ахуалды шешетін бір саналуан сұрақтарға жауап батыстың психологтарының, коучтарының еңбектері. Сонда қарап отырсаңыз, бұлардың әрқайсысы, менің ойымша, құлазып жүрген, өзін өзі таба алмай жүрген адамдардың бір жан дауасын іздеген шарасыздығы секілді. Сондықтан да біз енді психолог емеспіз,
дегенмен осы менің миссиям осы өзімнің болмысыммен, өзімнің өлеңдеріммен, өзімдік ұстаным қағидаммен осы өмірде жақсылықтың бар екеніне, түптің түбінде қандай бір қиындық болмасын, теперіш болмасын, жеңіп шығатын ол әділеттің хақ таразысы және де жаратқанның бізге берген нығметі бар. Соған сену керек. Мен сол сенімнің жаршысымын деп ойлаймын өзімді. Бәрекелді. Белинский айтқан екен, жеке басын, жаңа бұл жөнінде де айтып өттіңіз, жеке басын жырлаудан аса алмаған ақын үлкен ақын емес деп. Қандай үлкен тақырыптарға қалам тербеудесіз? Үлкен тақырып деп қазірге бір ауыз толтырып айту қиын шығар. Дәл қазір біз махаббатты жырладық, махаббатты сізбенен біз жалпы махаббаттың жаршысындай осы бір аяулы мезеттерді қағазға түсіріп үлгердік. Одан бөлек өмірдің өз философиясын бір өлеңдермен айғақтап жүрмін деп айталамын. Өмірді жырлау енді бар, кәдімгі азаматтық жаңа сарында да жазған азды кем жырларымыз бар. Ол мынау бүгінгі бақыты, мысалға тәуелсіздіктің қадір қасиетін ұғындыруға бағытталған жырларым да бар. Бір шоғыр туған елді, жерді сүюге дегендей. Дегенмен олар көп емес. Енді мен ойлаймын, біз бұл кезеңнен де өтіп, мысалға қазір бар ғой, 50-ден асып 60 талқымдаған аға апаларымыз, алдыңғы буын, біздің арқа сүйейтін. Сол кісілер қазір шын мәнде азаматтық лирикаға отырып, кәдімгі елдің мұңын алып поэмаларға арқау ететіндей бір сондай жаңағы жүкті арқалап жүрді. Біздер әлі ол кезеңге жеткен жоқпыз деп ойлаймын. Сондықтан да іштей бір өзім үкілеп жүрген үміттерім бар. Мынандай тақырыпқа қалам тербесем, осындай жанрда бір поэманы оқырманыма ұсынсам деген. Бірақ соған мынау телевизия дейтін күнделікті біздің жаңағы сүргіні мол қызметіміз кейде сондай бір ізденістерге ерік бере бермейді. Сондықтан жаңағы жаның мөлт ете қалған тұстарда бір отыра қалып өзіңе келген шумақтарды төгіп үлгересің. Ал таза әдебиетке қызмет ету үшін де сенің бір көбірек әлгіндей бір сол миссияны адал атқару үшін де өзіңнің бір қолайлы сәті болу керек қой. Секілді, қолайлы мезеті. Ол бізді күтіп тұр деймін. Егер де жаратқан ғұмыр берсе, ол үдеден де шығып, енді бір мысалға сізбенен біз қазір кезінде мынау Фариза ақындарды, Мұқағалиды ардақ тұтып өскен ұрпақ, олардың өзі қазір жетілді. Енді біздің өзіміз енді орта кезеңге аяқ басып үлгердік. Сондықтан да енді бір аттасақ, енді бір 10 жылдықта әлгіндей алып тақырыптарды қаламына қозғау ететін сондай жақсы бір қаламгерлер боламыз деген сенім бар. Бәрекелді. Мен соған сенем. Ең үлкен тақырып әлі алда күтіп тұр деп ойлайсыз ғой. Өмір жайлы жырлап жүрмін дедіңіз. Өмірден асқан үлкен тақырып болмайтын шығар. Орта буынға аяқ бастық. 40 жас, көп ақындардың жете алмай кеткен жасы. Төлеген Айбергенов, Әділ Ботпанов, Артығали Ибраев. Егер олар 40-қа жетсе, қандай өлең жазар еді деп ойлайсыз? Жалпы жазмыш деген дүние бар да. Біреудің 50-60 жасында айтпаған дүниесін 25 жасында айтып үлгеру мүмкін. Яғни оған жаратқан аузына сондай сөз салды, сондай жарқ еткен жасындай қысқа ғұмыр берді. Сол ғұмырдың еншісінде олар өзінің айтарын айтып үлгерді. Бәлкім олардың сондай бір халықтың сағына іздеуі, оларға бір орны ойсырап тұруының өзі, менің ойымша, олар сондай тағдырдың иесі болғандықтан. Бәлкім сол біз сүйіп жырына табынып өскен сол ақындарымыз қазір 70-80-90-ға келіп арамызда жүрсе, дәл сондай бағалай алар ма едік? Жалпы біздің қазақ халқы жоғалтқаннан кейін барып қадірін бағалайтын, көп құндылықтарды осы қолынан сырғып кеткен сәттерде бағасын білетін сондай бір халық бұл. Енді халықтың біздің баладай бір аңғалдығымыз, өзімізге тән кең пейіліміз болғанмен, кейде қолдағы барды бағалай алмай жататын бір әттеген айымыз бар. Сондықтан да мен ойлаймын, сол ақындарымыз сол өзінің жырлап кеткен сәттерінде сондай тағдырды сүруге тиіс болған. Оны ешкім де өзгерте алмайды. Және олар сонысымен бақытты қаламгерлер. Сол өлеңдерімен 30-ға жетпей жазған өлеңдерімен тарихта қалды. Тарихта қалды. Болады мысалы бір ақындар 20-30 тіпті 40-қа дейін жақсы жазып, кейде өзін жоғалтып алғанда қаламгерлер жазатын тақырыбы сарқылғандар да болады. Сондай бір сәттерді көрмей, олар сол жасындай жарқылдап, осы қазақтың аспанында алдаспандай болып, осы өзінің берерін беріп кеткен ақындар секілді. Мысалы Мұқағалидың өзі,
енді 50-ге жетпей өмірден кетті, бірақ қаншама ғасырлар алмасса да сондай келер буынға оқитын өміршең дүниелерді қалдырып үлгерді. Сондықтан әр адамның өз тағдыры бар, біз соны сүреміз. Және оның енді болашақ деп жатамыз, келешек бағамызды беріп те жатамыз, дегенмен жаратқаннан асқан ұлы құдірет жоқ. Сондықтан біздің әрқайсымыздың осы өмірдегі атқаратын жолымыз, тағдырымыз, сүретін, айтатын қаламымыздың осы қуаты да барлығы сол нығметтің еншісінде. Осы бір сәт ұнайды дейсіз ғой. Сыр өңірі, жыр өңірі. Ақынның өлеңдері туып өскен табиғатына да ұқсас келіп жатады. Әр ақынның мінезінен байқайтын шығарсыз өзіңізде. Сіздің өлеңдеріңіз сырдың сұлу табиғатына ұқсай ма? Енді туған жердің таутасы, туған жердің тікені де, жаңағы кейде ыстық, жаңағы шіліңгір ыстығы да қымбат деп жатамыз ғой. Бірақ мен ойлаймын, біздер ақындар қауымына ол қазақтың кез келген өлкесі, кәдімгі ұлы отан деген ұғыммен сабақтас. Мен Қазақстанның кез келген өңірінде жүргенде сондай бір жан дүниемен әр өлкеде бір өзіме ортақ бір сондай ізгі сезімдерді сезініп үлгеремін. Сондықтан менің кемшілігім ба, мен бір жерге байлаулы тек осы жердің бір патриотымын деп айта алмаймын. Сырдың сұлу табиғаты, сырдағы бір сыршыл сезімдер, сырдағы мынау даңқайыр жыраулардың бәлкім бір сарындары біздің жырларымыздан көрініс табуы мүмкін. Дегенмен қазақтың кез келген өлкесі менің туған жерімдей қымбат. Сондықтан ұлы отанның, енді біз сол ұлы отанның жаңағы жаршысы болып жүрген жандармыз ғой. Толқын, және байқасаңыз, әр ақынның өлеңінде бір жыл мезгілі жиі кездеседі. Қай жыл мезгілінен шабыт аласыз? Енді ақындарының көбісіне сол күз мезгілі жиі табиғатына жақын, бірақ көктемде менің бір жан дүниемде бусанатын бір сезімдер болады. Жаңағы сәбиін өмірге алып келіп, бір ананың бір жас бусанған бір әдемі сезімі болады ғой. Сондай сезімдерді көктемде өткерем, яғни оянам дейді. Көктемде табиғатпен бірге оянып, сондай бір керемет сезімдер бір жарып, жақсы жырлардың дүниеге келетін мезеті көктем шығар. Жазар көктемім деп жатамыз, қазал көктемім деп. Бірақ қоңыр күзде де бір өзімізге тән бір қоңыр мұң, сағыныш кеудені әлдилейді. Сондықтан осы екі мезгілде біз көбірек шабыттымыз, қаламға қуат бітіреді. Жақсы. Сөз өнері дертпен тең дейді ғой. Сөз өнері бұл өнерлердің ішінде шоқтығы биік бір өнер. Ал өнер құрбандықты талап етеді деп жатады. Өнер жолына нені құрбан еттіңіз? Құрбан еттім деп айта алмаймын. Өйткені кейбіреулер енді сол өлеңі үшін, өнері үшін кейде бір үлкен құрбандыққа барып жатады. Мысалға, қазақ қызы, қазақ әйелі дейтін болсақ, біздің өмірдегі ең үлкен ұлы миссиямыз ол отбасының шырағын маздату ғой. Сол тұрғыдан келгенде әйел бақыты, ана бақыты деген киелі ұғымдар бар, жауапкершіліктер бар бойымызда. Егер де мен осы өлеңімнің жолында, не болмаса телевидениедегі осындай қызметімнің жолында отбасымды құрбан етіп алғанымда, бәлкім айтатын едім, ең ұлы өкініш те, ең ұлы құрбандықтың да ауыры сол болатын еді. Мынау қазақтың қызы бізде нәзік болып көргенмен өте бір іште рух бар ғой, қайсарлық бар. Сондықтан мен отбасымды да сақтай алдым, өлеңімді де, кітабымды кеудеме құшақтап жүріп, және де мынау халыққа журналист ретінде қызмет ете жүріп, осы үш тағанды аман есен алып келе жатырмын. Енді жаратқан ғұмыр берсе, әлі де сол үш тағанның тұғырын берік ұстағым келеді. Бәрекелді. Шығармашылық қуат, мынау махаббат қуаты, поэзияны гүл секілді суарып тұратын осы дүние. Сондықтан да әйел бар қуатын отбасына, балаларына, жарына деген махаббатына арнағанда шығармашылық сәл ақсап қалады. Бұрындары естейтін біз осы жазушылар одағына барып жүреміз. Ол кезде жаспыз, 21 жасымызда біздің алғашқы кітаптарымыз шықты. Менің, Танагөз, Толқын қызының мысалы, сол кездегі бірқатар қыздардың. Сонда естейтін біз, баяғыда пәленше деген ақын қыз болған. Сол тұрмысқа шықты да жоқ болып кетті деп. Сонда біз әлі тұрмысқа шықпағанбыз ойлайтынбыз. Қалай жоқ болып кетеді? Ол бар адам қалай жоқ болып кетеді? Өлеңнен ол қалай жоғалып кетеді, егер өлең оның бойында бар болса деп. Осы шығармашылық қуат жөніндегі сіздің ойыңыз қалай?
Енді бұл жерде енді бір артық пікір айту әбестік болатын секілді, әр адам бағана тілге тиек еткенімдей өз тағдырын сүріп өтеді. Сондықтан жаңағыдай ақындықта жарқ етіп шығып, есімдері кейіннен жоғалып кеткен, тіршіліктің күйбеңіне өзін тұтас бағыттап жүрген көптеген талантты ақын апаларымыз бүгінде тек қана қазан ошағына ие болып бір әулеттің бір жаңағы қабырғалы анасына айналып отыр, ақ жаулығына шық түсірмей. Олар бәлкім сол мұратты жолды жалғайтын сондай бір мұратпен үндес болды. Ал енді мен ойлаймын, шын ақын адамға ол отбасындағы жауапкершілікте, өзіңіз айтқандай баланың жүгіріп қамы, азаматтың алдындағы өткеретін парыздарың дегенмен ол кедергі емес. Егер сенің жан дүниеңде ақындық дейтін ұлы қуат барса, буырқаныс болса, оны жаңағы ешкім тартып ала алмайды сенен. Кеше менің кітабымның тұсаукесерінде Танагөз замандасымыз айтып еді, бәлкім сенің қызметіңді тартып алуы мүмкін, бәлкім сенің ақшаңды, атақ-даңқыңды алып қою мүмкін, ал ақындық дейтін құдірет қуат ол сенің жүрегіңде өзіңмен қалатын жалғыз ғана ұлы күш деп. Тіпті кейде отбасыңды, балаларыңды да алып қою мүмкін заңмен. Өмірде бәрі мүмкін, ал сенде сол кезде бойынан ешкім алып қоя алмайтын ұлы күш, қуат ол ақындық. Яғни сондықтан өзім барда, жаратқан берген осындай нәсіп барда біз жырлай береміз ғаламды. Сондықтан қайта мен ойлаймын, отбасында жүрген әйелдердің осы ақындық дейтін бір ақындық әлемінде өзіндік олардың бір бағдаршамы бар секілді. Бір темірқазығы дейміз ғой, табанын тайдырмайтын, сондай тұғырын нығайта түсетін бір күш қуат ол қайта сол қазан ошағының жанында жүрген әйелдерде. Өйткені біздер алып ұшқан сезіммен ғұмыр кешетін болмыс иелеріміз, егерде сондай бір біздің табан тірейтін бір тұғырымыз болмаса, бәлкім жолымыз қандай болатын еді. Сондықтан да мен қайта қуанамын осындай ұлы мұраттарды еншілеп жүрген ғұмырға. Ақын ретінде сұрақ қойсам, махаббат деген не? Махаббат деген, енді махаббат деген ол әрине осыдан 10 жыл бұрын, 20 жыл бұрын сұраса, махаббат деген ол біреуге ғашық болу, сол адамды армандау деп айтар едік. Ал махаббат деген менің ойымша ол өзіңе емес өзгеге жақсылық, жақсы ой ойлау, ешкімге қиянат жасамау. Өйткені махаббатпен жаратқан адамзатты деп Абай айтқандай, біздің әрқайсымыз жаратқанның ұлы махаббатынан жаратылған адамдармыз. Сондықтан да біздің бойымызда махаббат ол жақсылық, ол ізгілік, ол ынтызарлық. Жаңағы өзің ғашық болған адамның өзін асқақ муза ретінде алып, соны жырлай жүріп, соған жақсылық тілеу, өзімшілдіктен ада болу. Яғни сен ғашық болдым екен деп өзгеге титтей де бір қиянатың тиетін болса, ондай махаббаттың құны көк дейін. Өйткені өзгені жылатып, не болмаса өзгенің қабағына мұң шалдырып жеткен сіздің бақытыңыз да өміршең болмайды. Сондықтан да махаббат ол сүю сезімі кінәсіз болғанда ғана таза, таңғышықтай мөлдір. Сондықтан да мен үшін махаббат осы өмір. Енді біз өмірге ғашық адамдармыз. Алу емес, адамдарға жылулықты, мейірімді беру, иә? Өмірге ғашық адамдармыз ғой. Яғни маған кейде сұрайды, осы оқырмандарым бар, кейде әріптестерім сұрап қалып жатады, сенің осы жырларыңда махаббат көбірек көрініс табады, сен осы кімге ғашықсың деп. Сол кезде мен айтамын, мен өмірге ғашықпын ғой деп. Яғни өмірдің әр мезетіндегі жақсы, жарқын адамдарға, солардың бойындағы ізгіліктерді көрсем, кәдімгідей балаша жүрегім алып ұшып шаттанып, ол жырымда бір төгіліп үлгереді. Соның өзі бір кәдімгі өмірдің, мен ойлаймын, өмірде жақсы адамдар жолымыздан жиі кезігеді. Солардың әрқайсысы бізге бір қандай да тәрбиелеуші, ықпал етуші бір ұстаз, иә. Сондықтан да сондай ұстаздың алдындағы шәкірттей бір толқитын сәттердің барлығы өлең. Ендеше махаббат туралы жыр оқып беріңіз деп қолқа салайық сізге. Ғұмыр саған ес-түссіз ғашық екем, өзіңмен бір болуға асық екем. Теңіз болсаң тербеліп толқыныңдай, сағыныш боп мәңгілік тасып өтем. Іңір тусын, мейлі сен құбыл әлем, іңкәр екем ізгілік нұрына мен. Ілесіп ап ақ таңның самалына, шағала боп қауышам шұғыламен. Жарқ еткенде жанымның күн шуағы, қауызынан гүл атып жар шығады.
Мен жарықты сүйемін жан тәніммен, қапас түссе көңілім тыншығады. Таң сәріде таң шығы секілденіп, қырда өскен шалғынның шетін көріп, тамшы болып төгілем табиғаттың тұңғышындай тұлымын кекілденіп. Егілгенім болмасын есерге мұң, төксем дағы жанымның нөсерлерін. Ғұмыр саған іңкәрлік тыншымаса, сол жерлерге талай гүл өсер керім. Сезесің бе, мен ессіз ғашық екем, өзіңмен бір болуға асық екем. Теңіз болсаң тербеліп, толқыныңдай сағыныш боп мәңгілік тасып өтем. Бәрекелді. Бүгінгі Сара сөз бағдарламасында қонақта болған Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Шабыт шығармашыл жастар фестивалінің лауреаты, Үркер әдеби сыйлығының жүлдегері ақын Толқын Қабылша. Толқынның бір шумақ өлеңімен хабарымызды қорытындыласақ, күлімдеген дәл осы кескініммен, қиянатқа қимадым ешкімді мен. Кінәліні кешіріп, күнәні де күн боп сүйіп өтемін 5 күнді мен.